Артыңыз айсара тұр. Бүгін бізде жұмада білесіздер жібек жолы телеарнасы бар. Қазір сағат тура 4-те сол жібек жолы телеарнасына қосылыңыздар. Сол жерде тікелей телефон байланыс жүйесі тұр. Соған хабарласып, студияға телефон соғып, қажетті сауалдарыңызды жолдасаңыздар болады. Қандай умывалкамен бір ғана қолданамыз. Таң намаз оқып йогаға баруға бола ма? Йога жалпы гимнастикасы болса проблема жоқ. Ал егер оның философиясы, оның сенімі, тиісті өзінің мантралары болатын болса, ол жақсы нәрсе емес. Неге? Өйткені жалпы гимнастикаға тыйым жоқ, бірақ әйел кісілер әйелдермен, ер адам елдермен болса болады. Аға, дұғаңыз орындалды, экзамен жақсы тапсырдық. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Атам түсіме кіре береді, дұға қылыңыз. Баланы бесікке бөлеген қаншалықты дұрыс? Мәселе ата-анасында болып табылады. Кейбір әжелер, аталар, мен жатқан қазіргі сенде балаңды жатқыз деген сияқты кейінгі балаларға бұйрық берген жақсы нәрсе емес деп есептеймін. Әркім өз баласын өзі тәрбиелеу керек, еркіндік болу керек, өзіне қалау болу керек. Мынауын істесем дұрыс па, мынаны істесем дұрыс па деген сияқты өзінде выбор дейді ғой, таңдау болу керек. Мысалы, сіз бесікке жатсаңыз, сіздің балаңыз тұқым, қияметке дейін ұрпағың бәрі бесікке жатсын деген сөз жоқ. Ол ерікті дүниеде болатын нәрсе. Тілімізге қатысты, салтымызға қатысты, дүниемізге қатысты бар жалпы бір ізділік. Ал енді кейбір мәселелерде кейбір әке-шешелер жақтырмайтын шығар, бесікке жатқан, құшақтап жатқан жақсы көреді, кейбір өзі баққан жақсы көреді. Біз мынау жақсы көрем деген нәрсемен шектен шығып кетуіміз жөн емес. Тек қана мендей болу керексің, мен жатқам, сенің бала шағың жатсын деген айтылады. Хиджаб киген қыздар паспорт алғанда орамалын шешеді, ол күнәма көреді ғой адамдар дейді. Ауырып қалса да шешеді ғой, басы жарылып қалса да шешеді. Бұл жерде түнде ұйықтағанда шешетін шығар. Мәселе ода емес. Сіз білмейді екенсіз, мен сізге гауһар айтып берейін. Қазақстан Республикасында тәл орамалды діни хиджаб күйінде таққан қыздардың паспортқа суретке түсуіне Қазақстан Республикасына келесі жұма құрбан айт, тап солай. Тірі адам түсінде өліп қалса, нені бек ұзақ өмір сүреді. Аға, мен 4 айлық қызыма бір атаға дем салдырған едім. 1000 теңге берген едім, маған ұрсып тастады. Неге өзің саласың? Неге аз саласың? Қайыршы деп ойладың ба мені? Деп сол дұрыс па дейді. Дұрыс емес, қайыршы деп ойламаған жоқпын, бірақ барым сол еді деп қоюың керек еді. Бірақ негізі ол кісінікі дұрыс емес. Баланы тұсауын кесерсек тесек деп жақсы кесіп береміз. Қызым түсінде түнде шоши береді, дем салып қойыңыздар. Қолын басына қойып, 3 рет Фатиха сүресін оқысаңыз, білсеңіз, білгенше оңай әділі Фатиханы айтып отырмын, жақсы болады. Сізді көргеніме қуаныштымын, мен де қандай қуаныштымын. Құрбандық шалғанда 3-ке бөлу керек пе, кімге беруге болады? 3-ке бөлген сауапты, жақсы амал, бір бөлігін өзіңізге алып қалыңыз, бір бөлігіне қонақ күтіңіз, бір бөлігін жағдай жоқтарға таратып беріңіз. 3-ке бөліңіз. Жоқ, үйде етім баршылық, бәрін түгел таратып тастаймын десеңіз де еркіңіз болады. Қазан шақырып ат қойып бересіз, бұйырса жасап береміз. Нұреке апа қарындастарымыз сізді тыңдайды, көбінесе қазақ аға інілеріміз дарынды тыңдайды. Дарынды тыңдау дұрыс емес. Қазір соңғы уақыт дарынға көп жарнама жасап жатыр. Біздің кейбір дін қызметкерлері дұрыс нәрсе емес. Дарынның Қазақстан Республикасында Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ұстанымы болған Ханафи мазхабы, соның ішінде сенімдегі имам Матуриди мазхабына тікелей ол кісі қарсы. Ол өзінің сұхбаттарында да оны айтады. Оны мысалы ол ақида мәселесін айтпай, салт дәстүр мәселесін немесе намаздағы мәселені айтса да, бәрібір оның мәселесі біздің елімізде түбі тыйым салынған. Сондықтан ол дарынды мен сіздерден жақсы білемін, сенен де жақсы білемін жаным, ол да мені жақсы біледі. Бір-бірімізге аға бауырымыз, бір-бірімізге сөзіміз өтімді азаматпыз, бірақ жалпы әуем халыққа дарынға тыңдауға мен кеңес бермеймін, және ол дұрыс емес. Операция алдында қандай сүре оқуға болады? Өзім дәрігермін.
иә, доктор Сүлейменов, тамаша Нұржантай. Алладан көмек сұраңыз, барлық нәрсе Аллада екенін біліңіз. Сіз ортадағы себепкерсіз, бар біліміңізді, жігеріңізді қазаққа салсаңыз, алдыңызда пациентке салсаңыз өте жақсы. Сіздің қолыңыз алтын қол, алтын скальпельді қолыңыз. Құдай береке берсін. Кез келген қазақтың ұлына, қызына жәрдем беруге Аллаға тәуекел ет. Аллаху акбар, бисмиллахи, Аллаху акбар деп айтсаңыз, Аллаға тәуекел етіп, немесе кез келген дұғаның, мұсылман қорғандағы дұғаның